Сәлем, құрметті тыңдарман. Сіз ерекше балалар мен олардың ата-анасына арналған мүмкіндік подкастының кезекті эпизодын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында әдеттегідей Дана Маратова. Ерекше балалардың ата-анасы баласының болашағы, бір кәсіпті меңгеріп шығуы, ортаға бейімделуі туралы жиі ойланатынын айтады. Біздің бүгінгі кейіпкеріміздің өмір жолы мен тәжірибесі де басқа ата-аналарға ерекше бір жолға есік ашады деген үміттеміз. Бүгінгі эпизодта атыраулық Мәншүк Жарелқызы Сугурова ұлы Русланның ерекше тәжірибесі туралы айтып береді. Мәншүк ханым, қалыңыз қалай? Өте тығыз графигіңізден бізге уақыт тапқаныңыз үшін көп рахмет. Қош келдіңіз. Қош болдық, саламатсыз ба? Саламатсың ба, Дана? Саламатсыз ба, тыңдармандар? Менде осындай жақсы бір өте мағыналы, пайдалы подкастқа шақырылғаныма қуаныштымын. Мәншүк ханым, білуімізше ұлыңыз Руслан қазір Түркияда арнайы кәсіптік лицейде білім алады екен. Руслан неше жаста, аспаздық өнерге қалай келді? Әуелі тыңдармандарымызға осы туралы айтып берсеңіз. Менің екінші ұлым Руслан, жасы қазір 16-да. Түркияда арнайы кәсіби лицейдің, осы аутизмі бар, ерекше білімді қажет ететін балаларға арналған лицей, сол лицейдің 10-шы сыныбында оқиды. Енді балам кішкентайынан әрине аутизм болғасын, әртүрлі жаңадай емдерге қатыстық, әртүрлі центрларға апарып оқытатынбыз, үйрететінбіз. Сөйтіп жүргенде баламыздың өзінің бір тамақ, басында олар білесіңдер, аутист балалар тамақты таңдап жейді. Нан жемейді, тек қана күріш жейді, тек қана банан жейді, тек қана айран ішеді деген сияқты. Соны жайлап әртүрлі тамақтарды жей бастады, және өзі мен мынаны жеймін деп талап ете бастады. Соңыран өзі пісіріп бастады. Үйде не бар соларды көріп өзі бірдеңелер пісіреді. Болмаса мынаны пісірем деп айтады. Әкесі өте қатты қуанатын, мен балам аспаз болады деп. Қазір енді мектебінде де сол аспаздық мамандығына оқытатын классқа алынды. Былтыр енді 9 класс, лицейлер Түркияда 9-12 сыныпта оқиды. 9 сыныпқа келгенде былтыр 4 түрлі жаңағыдай бағытта 4 рет, бір жылдың ішінде 4 бағытта сабақ оқып шығады. Яғни балалар қай кәсіпке бейім, соны көру үшін. Ол кәсіптері мысалы шаштараздық, қол өнері, тамақ пісіру, аспаздық, және ательдерде күтуші, ательдердің жұмысшысы сияқты да. Сол бағыттарды, яғни хаускипинг деп айтады, оны оқытады. Сосын баланың қайсысына бейімі жақсы, сол сыныпқа 10-шы класстан бастап алады екен. Русланның ерекше диагнозы туралы қашан, қалай білдіңіз, және алғаш рет қалай қабылдадыңыз? Енді біз оның ерекшелігін, бір қандай да бір өзгерісі барын 1 жастан асқанда байқай бастадық. Әсіресе тілі шықпай жүрді, одан кейін жүріп бастаған кезде Руслан жан-жағына көп қарамайтын, өзі былай қатты айтсақ, енді басы ауған жағына қарай жүгіре беретін. Біз оның артынан еріп жүгіре беретінбіз. Басқа балалар сияқты ауладағы ойыншықтармен ойнамайды. Мысалы, кейде әткеншекке отырып алады да, сонымен качать етіп отыра береді. Әйтпесе басқа балалар сияқты бірге ойнамайды, немесе жүгіре беретін. Соны тілі шығып болмады. Атын айтсақ көп қарамайды. Маған мама деп жұмыстан келгенде шауып келмейді. Осының бәрі көңілімізге бір ой салды. Папасы екеуміз айттық, бұл баланы көрсетейік. Астанада тұратынбыз. Астанада сол арнайы сонда психологтарды таптық. Негізінде дефектологқа бардық. Дефектолог бізге айтты, балаңыздың аутизмі бар сияқты. Осы Астанада Наталья Пахомова деген маман бар. Ол кезде ең алғаш мамандардың бірі еді ол Астанада. Сол кісіге келіңіз, сол кісіге барыңыз көрсін деді. Содан баламыздың аутизмі барын білдік. Әрине, ең алғаш кезде сондай маған оңай болған жоқ. Себебі Руслан кішкентайында туғаннан кейін, 1 айдан кейін қатты ауыра бастады. Құсып, қайта қызуы қатты көтеріліп, одан жаңадай қатты сондай жағдай күйзеліске түсіп, реанимацияға түстік. Одан Атырауда 4 ай больницада жаттық. Одан Москвада 2 ай больницада жаттық. Қайтып келгеннен кейін Астанада 2 ай больницада жаттық. Баланы сөйтіп шығардық. Шындығында өліп қала жаздады. Қатты ауырды.
Енді одан кейін мынадай аутизм дегенге шалдыққаны әрине маған қатты қиын болды. Бастапқы кезде неге мен, неге балам, неге менің балам, неге басқалардың балаларына қызығып, сондай әрине болады. Соны жайлап үйрендік. Сөйтсе баланы қабылдау керек екен. Солай қабылдасаң, сен өзің жақсы жүрсең, балаң да сенің настроениеңе қарай солай үйрене бастайды екен. Өзіңіз айтып өткендей, Астана, Алматы сияқты ірі қалаларда ерекше балаларға мүмкіндік жасалған жағдай бар. Бірақ сіздердің Мгм. біраз уақыт Атырауда тұрғандарыңызды білеміз. Атырауда қандай қиындықтармен бетпе-бет келдіңіздер? Біздің Руслан 7 жасына дейін Астанада тұрдық. Руслан 7 жасқа келгенше жаңағыдай бірнеше центрларға бірінен соң бірі бір күнде 2-3 центрға дейін барып дайындайтынбыз. Солай 1-классқа өзімізше дайындадық. Атырауға келгеннен кейін Атырауда әрине ондай центр жоқ. Болса да енді сол кезде Ләззат деген мамам болды. Соның ғана центрін білетінбіз. Сол кісіге күніне 1-2 сағатқа баратынбыз. Одан кейін 1-класста мектепке бердік. Енді шыны керек, орыс мектепке де бердік, қазақ мектепке де бердік, арнайы мектепке де бердік, баламызды оқыта алмады. Бізде сондай бір түсінік пайда болды. Соңында не түсіндік? Мұғалімдер арнайы класс деп ашады, балаларды жинайды, содан кейін жайлап олардың бәрін үйден оқытуға шығарып жіберуге тырысады екен. Ешқайсысы бір жаңа методика үйренейін, осы балаларды бір үйретейін деген ойға келе қоймайды екен. Тіпті арнайы мектептің өзінде де баланың ерекшелігіне мән бермейді. Сондай бір қиындықпен кездестік. Соңында Атырауда Сарғамыс деген микроаудан бар. Сол жерде 30-шы мектептің директоры кішкене түсіністікпен қарап, сол мектептің арнайы классында оқыдық. Бірақ онда да енді прям керім оқыдық деп айта алмаймын. Жақсы мұғалімдер болды. Бірақ та дәл біздің көңілімізден шығатындай емес еді. Содан Түркияға көшіп кеттік. Демек, сіздердің Түркияға көшіп кетулеріңізге Русланның білім алуы себеп болды ма? Енді бірнеше себептер болды Түркияға көшуіміздің, бірақ соның ең басты себептерінің бірі осы Русланның білімі еді. Енді Русланның жаңа елге, жаңа ортаға бейімделуі туралы айтып берсеңіз, адаптация қалай жүрді? Енді біздің Русланның бір сондай қызық несі болды. Орысша сөйлесек, қазақша сөйлеп жауап береді, қазақша сөйлесек, орысша сөйлеп жауап береді. Сондай бір ерекшелігі болды. Енді ол да бір аутизмнің қырсықтығы болар. Түркияға келген кезде бірінші мектепке алып бардық. Балам көріп, мен түркше оқымаймын деп бақырып жылап бастады. Кетем, мен мына классқа кірмеймін, мен мұнда отырмаймын. Бұларда аутизм арнайы класстары болды. Кәдімгі мектептердің ішінде арнайы аутизм балалар үшін бір класста 4 баладан тұратын класс болады екен, арнайы. Бір класста 4 бала, 2 мұғалім. Осы, яғни бір мұғалім 2 баланы оқытады. Одан бөлек балаларға қарайтын тағы бір хостес сияқты, күтуші сияқты тағы бір апайлары болады. Ол бөлек. Ол жаңа туалетке апарып келеді, тағы не істейді деген сияқты. Енді келді, біздер анау 3 бала бүйтіп қарап отыр, біздің Руслан бақырып жатыр. Мен де уайымдап шығып кеттім. Папасы қалды. Дым түркше білмейді. Мен де дұрыс білмеймін, папасы кішкене біледі. Сосын жаңа мұғалімі қарап тұр, Руслан. И сол кезде жаңа ар жақтан завуч дейді ғой, енді завуч қалай, оқу ісінің меңгерушісі да, сол келді. Ол негізі ол еркек мұғалім, ер адам, жаңадай балалармен жұмыс жасаған екен. Содан жаңа жоғары қарай сатылап өскен. Сол келді де, Руслан, кел мына жерге отырайық, жақсы сабақ оқымайық қой, түркше сөйлеп жатыр. Қасына отырғызды да, қолына бір апельсин алады. Апельсиннің ашып бір тілімін Русланға береді. Кел, онда апельсин жейміз. Руслан осылай жатыр, жоқ, жемеймін дейді. Онда мен жеймін. Бір тілімін өзі жеді, екінші тілімін папасы, сіз жеңіз, папасына береді, үшінші тілімін қайтадан Русланға береді. Руслан, жейсің ба апельсин? Жоқ, жемеймін, жылап жатыр. Өзі жейді, папасына береді. Үшіншісін берген кезде, төртіншісін берген кезде Руслан алады ана апельсинді. Содан сөйтіп отырып, жайлап апельсинді беріп, жеп отырғызып, ал сен енді отыр деп баланы үйретіп, сол күні ақ алып қалды. Енді шыны керек, Атырауда оқып жүрген кезде баланы мектепке алып кетуге барғанда жүрегіміз дүрсілдеп қорқып баратын. Немесе апайы телефон соғып қалса қорқатынбыз. Руслан бірдеңе бүлдірді.
Руслан бүгін бір тентектік жасады. Руслан бүгін мынаны қиратты, мынаны құлатты, мынаны жылды. Күнде осындай өйстіп бізге жаңағыдай айтып отыратын реніштерін, мына жерде де сондай бола ма деп қорқамыз. Русланды алып кетуге баратқанда қорқып барам, жүрегім дүрсілдеп, апай не айтар екен бүгін? Руслан бүгін осындай тентектік жаса деп айта ма деп барсам, апай шығады да, Руслан, көрішеріз, гүлә гүлә деп қуанып беріп отырады. Сосын мен айтамын апайына енді шала түркішеммен, қалай болды бүгін Руслан десем, Руслан супер дейді. Білмеймін, Руслан қалай супер болды, но апайы әрдайым Руслан супер дейтін. Сөйтіп балам бір күні жайлап түркше сөйлей бастады. Ол классқа үйренді, өте жақсы оқып бастады. Сонымен үйреніп кеттік солай. Бастауыш мектебінің Русланды 3-ші классына алды. 3-ші, 4-ші сыныпты сол мектепте оқыды. Одан кейін 5-ші, 8-ші сыныпты басқа мектепте, орта мектепте оқыды. Ол жерде де бір сыныпта 4 бала, 2 мұғалім. Осындай бетпе-бет оқытып баламды үйретті. Сұрайын дегеніміз, Түркияда бұның бәрі мемлекет тарапынан берілетін қарапайым орта білім. Иә, солай. Бұның бәрі мемлекет тарапынан. Біздер мысалы шетелдік болсақ та, біз шетелдік деп қарамады. Осындай құжаттар алып келіңдер деді. Әкелдік. Соған қарай біздің тұратын жерімізге жақын мемлекеттік кәдімгі мектептегі, қарапайым мектептегі арнайы аутизмдер үшін ашылған классқа біздің баламызды алды. Одан бөлек, оның оқу тегін да, одан бөлек ол жерде балаға түскі ас беретін. Ол соның ішіне кіретін, және автобусы болды. Сервис дейді, өздерінің баламды таңертең мектепке алып кетеді, түстен кейін әкеп тастайды. Сол автобустың өзінің қызметі де тегін. Әлі тегін. Әлі де Русланды қазір мысалы лицейге алып барады, алып келеді, мен ешқандай да ақша төлемеймін. Оның бәрі осының ішінде. Үкіметтің тарапынан оның бәрі қарастырылған. Қазақстанда мұндай білім бере алмаудың себебі білікті мамандардың жетіспеуінен бе, әлде жүйенің дұрыс жолға қойылмағаннан ба, қалай ойлайсыз? Меніңше екеуі де бар. Ең бастысы бізде, мен мысалы қазір білесің, Түркияда студенттерді, Қазақстаннан келетін балаларды Түркия университеттеріне оқуға түсіруге көмектесем. Қандай мамандықтар бар екенін білем. Мысалы Түркияда педагогикалық факультеттің өзінде арнайы психолог, рехбер деген мысалы психолог та, психолог мұғалім деген мамандық, арнайы класс мұғалімі деген мамандық, сынып мұғалімі деген мамандықтар бар. Бұлардың барлығы балаларды қандай да бір ерекшелігі болса, және психологиялық проблемалары болса, түсіне білетін педагог ретінде оқытып шығатын мамандықтар. Менің білуімше біздің Қазақстанда ондай мамандықтар жоқ. Мәншүк ханым, енді сіз Қазақстанға жиі келіп кетесіз, сондай бір келгенде мүмкіндігіңізді пайдаланып сізбен кездесіп қалуға, сұхбаттасып қалуға тырысамыз. Ал Руслан қаншалықты жиі келеді Қазақстанға, жалпы Қазақстан туралы сұрай ма? Ол Қазақстанды өте жақсы көреді. Қазақстан жақсы көреді, ол жақта туыстары бар, ет жеген жақсы көреді, суши, мен балам суши, жаңағыдай балық өнімдерін жақсы көреді. Балық болғанда стейк балықтан пісіреді, мысалы Корея тамақтары, жапон тамақтары бұл жақта қымбат. Біздің Қазақстанда қанша дегенмен арзандау, сондықтан Қазақстанға барса, мен бешбармақ жеймін, мен ет жеймін, мен қонаққа барам, мен жаңағы суши жеймін деп сондай бір ассоциациясы бар. Білмеймін, жақсы көреді барғанды. Біздер осы қысқы каникулға барайын деп жатырмыз. Күнде айтып күтіп жүр ғой, кәдімгідей. Күтіп жүр. Қазақстанға барамыз, Алматыға барамыз, Атырауға барамыз, Астанаға барамыз деп барған жақсы көреді. Өзі қазақпын деп айтады. Әлеуметтік желіде Русланның бір біз көрмеген, білмеген ерекше тағамдар жасайтынын жиі саласыз. Қызықты оқиғаларын айтып берсеңіз. Біздің Русланның бір қызық әдеті, мысалы видео қарайды, тамақ қалай пісіріп жатқанын қарайды, оны білмеймін неше рет қарайтын, шын айтайын, бірақ оны солай жаттап алады. Тамақ пісіріп жатқан кезде ол ешқандай видеоны да қарамайды, өзі бәрін көзімен, басындағы несімен, білгенімен бәрін өзі жасайды. Көзімен есептейді, қанша салады, не салады, тұзын болсын, бұрышын болсын, суын болсын, уақытымен отын қысып, уақытымен отын ашып, жабатын жауып, то есть өзі солай пісіреді. Енді мектепте де тамақ пісіріп жатқан кезде балалардың бәрі бүйтіп қарап тұрып, апайынан сұрап тұрса, Руслан бүйтіп
былай қарай кетіп қалып жанынан былай өтіп кетіп или кішкене алыстау жерде отырады екен. Бірақ олардың не пісіргенін бәрін көріп отырады екен. Үйге келеді де біздер бүгін поача пісірдік, яғни поача дегендері булочка сияқты. Бүгін біздер макарона пісірдік, бүгін біз ананы пісірдік, тауық пісірдік деп, сосын үйге келіп соларды пісіреді. Бір күні мен келсем, тесто жасап жатыр, қамыр жасап жатыр. Айналдырып, кәдімгідей үстіне дрожжын салып, жұмыртқасын салып, суын салып, қамыр басып жатыр екен. Мен айттым, балам, не пісірейін деп жатсың? Нан пісірейін деп жатырмын дейді. Ал жақсы, нан пісірейін деп жатсаң, қойдым. Бір уақытта деген ол наны көтерілді. Өзі сосын қарасам, пешке салып қойыпты, пісіріп жатыр. Пештен алғанда қарасам, үстіне күріш жеуіп қойыпты. Мынау күріштің несі десем, ол андай ақ не дейді ғой? Сусам дейді түріктерде. Ақ былай себеді ғой, самса пісіргенде біздің. Күнжіт па? Иә, күнжіт. Күнжіт сепкісі келген, анда күнжіт сепкен. Үйде күнжіт жоқ, сосын орнына күріш сеуіп қойған ғой. Ол да болса тапқан, иә, идея. Мен күлкіден өлдім. Мен оны сосын суретін салып мектебінде классның чатына жіберсем, ата-аналардың бәрі күлкіден өліп жатыр ғой. 47 жасыма келдім, күнжіт жоқ болса орнына күріш сеу мен ойыма келмепті дейді. Айтам, бала, сен қатырасың, күріш сеппейді ғой, күнжіт қой десем, әне күнжіт алайық о zaman дейді. Онда сусам дейді түркше, соны алайық дейді. Ой, сосын оны дүкеннен барып алдық. Ондай нәрселердің бәрін жақсы көреді. Әртүрлі әрлеуіштерді, дәмдеуіштерді бұл алады. Мен ондайға көп жоқпын. Руслан өзі алып, мен пісіріп жатқан тамағыма қосып қояды. Сосын әртүрлі шөптермен тамақты пісіргеннен кейін, мысалы, рататуй пісірсін дейді. Үлкен тәрелкіге ортасына кішкентай ғана рататуйдың бір домалағын алып қойып, айналасына кетчуппен ба, томатпен ба, былай соус сияқты бір әдемілеп суретін салып, үстіне бүйтіп петрушкасын қойып, сондай бір тамақты солай пісіріп, солай әдемілеп жеген жақсы көреді. Кез келген ата-ана өзінің баласының болашағын ойлап елестетеді ғой. Русланның болашағын қалай елестетесіз? Кейде енді қиялдап кетесің, әрине, үйленсе, бір жаңағыдай бөпелі бола ала ма, үйлене ала ма, үйленіп келін болса, өзіме өзі семья болып тұрса, одан деп кейде солай қиялдайсың. Әрине, бір қандай да бір отельде ма, или ресторанда ма, бір жақсы бір аспаз болып, өзі еңбегін жасап, жаңағыдай өзі жұрттың алғысын алып жүрген жақсы бір білікті маман болғанда қиялдаймын, әрине, оны да армандаймын. Бұйыртса болар. Кейде ойлап қоям, ағасына айтам, ағасы бар. Сен бизнес жаса, ресторан аш, соған Русланды аспаз болып ал деп қоям ғой. Енді бұл жерде үйде аутизмі бар балаң болғанда, ең басты мәселе тек қана күшті анасына салуға болмайды. Басты мәселе осы баланың емі, осы баланың жақсы болып қатарға қосылуы, барлық нәрсені үйренуі үшін анасымен қатар әкесі де, семьядағы барлық ағалары, інілері, атасы, әжесі, кім бар, барлығы бірге қосылып жасаса ғана бала жақсы бір жетістіктерге жететін болады. Біз оны түсініп, кішкентайынан әкесі де өзі де бірге қосылатын. Русланды да, Әсетті де кішкентайынан осыған бірге баулыдық. Әсет бірге жасаймыз, төртеуміз бірге жасаймыз, ойнасақ та, үйретсек те, секірсек те, өлең айтсақ та, или қандай да бір нелерді, мысалы, өзін өзі күту үшін тісін жуу, тағы бірдеңелерді үйреткен кезде барлығымыз бірге тұрып жасайтынбыз. Әсетте тіс жуатын щеткасын алады, мен де алам, папасы да алады, Русланның қолына береміз, сосын бәріміз тісімізді жуамыз бірдей, мысалы. Міне Руслан қара, бәріміз осылай жуамыз. Немесе тағы сондай әртүрлі осындай навыктердің бәрін өйстіп бірге жасап үйреттік. Содан Әсеттің де өзінің бір інісіне деген сондай қамқорлық көзқарасы қалыптасты. Және әрдайым айтып отырамын, Руслан, Әсетті тыңда. Әсет сенің ағаң. Соған бұл да Әсетті тыңдау керек екен, ол менің ағам деп үйренді. Содан араларында сондай бір жақсы ағалы інілі қарым-қатынас бар. Әсет оған үнемі қамқормен қарайды. Енді шыны керек, 2 бала болғандықтан мен оған айтам, енді Алла біледі, бірақ та кім білсін,
бір күндері мен де кетем, былай қараса сен ең жақын адамы осы баланың сенсің деп әсетке де айтып отырамын. Сен әрдайым осы балаға қамқор боласың. Жол үйленіп жатсаң да сен әрдайым айт, менің осындай інім бар, біз оған қамқор боламыз деп айтуың керек деп үйретіп отырамын. Соның да әсері болар енді. Балаларым бір-бірімен тату. Бұл жерде көп көмек әкесінен де болды деп айта аламын. Әкесі Жасұлан Көжеков деген мүмкін атыраулықтар жақсы білет, мүмкін Қазақстан басқа өңірінен де білет, танымал журналист еді, еркін журналист. Ол да көп нәрсені, журналистер де кішкене өзі творчествоның адамы, психолог болады. Жаңағыдай баламның осындай қабілетін, осындай қасиетін көргеннен кейін маған айтатын: тым өкпелеме, то есть тым оны қамқоршы шықпа, өзі істесін, өзі үйренсін. Мен балам барады, мен барам жасайды. Мен тым қатты қамқорлап жатсам, маған айтады: тоқта дейді, мен өзім жасаймын. Баласын алып кетеді де, баласына жасатқызып қояды. Сен былай істе, сен былай істе, көрсетеді. Мысалы, мектепке, ол кезде Астанада тұрған кезде, мысалы, орталыққа алып барады да, алып барғанда Русланды алға жіберіп қояды да, өзі артынан жүріп отырады екен. Руслан өзі тауып барады. Дүкенге бір жерге барған кезде маған айтады: ақшаны бер, өзі барып алып келсін. Мен айтсам, мысалы, осындай керек, папасы оған ақшаны береді, бар алып кел. Солай үйреттік. Одан бөлек енді центрда да үйретті. Осы жақта арнайы центрға да бердік. Ол жерде де ақшаны қалай екен, мектепте де оны үйретеді. Мынандай ақша, бұған қалай сауда жасайсың. Солай үйреттік енді. Қазір карточканы беріп қоям қолына. Соның ішінде телефоны бар қолында. Карточкамен барып ақшасын төлеп, затын алады. Бір-екі рет болды, карточкада ақша жоқ болып қалды. Сол кезде балам маған звондайды: мама, ақша жоқ деп. Ақша салам карточкасына. Сосын өзі алады барып керегін. Мысалы, тамақ пісіргісі келсе, не тамақ пісіреді, соған қажет заттарын үйде жоқ болса, дүкенге барып алып келеді. Соған үйренді. Енді мен қазір сонда енді 16 жаста ғой, енді үлкен бала, оған көп сенем. Мен үйде жоқ болсам да өзінің үйге кіретін кілті бар. Жаңағы автобустары әкеп тастайды үйге. Балам өзі үйге кіріп, есікті кілтімен ашып, жаңағыдай киімін шешіп, ішетін тамағын өзі пісіріп ішіп, немесе телевизорын қарайтын болса, қарап сөйтіп отыра береді үйде. Мен кешігіп жатсам, маған телефон соғады: мама, қайдасың, қашан келесің, андай алып кел, мындай алып кел деп, әрине заказы болады еще. Мәншүк ханым, әңгімеңізге рахмет. Мүмкіндік подкастының жалпы бүгінгі эпизоды біз үшін де, тыңдармандарымыз үшін де өте ерекше болды. Русланға бізден сәлем айтыңыз. Жақсы күндерде кездескенше. Рахмет, көп-көп. Саған да рахмет, барлық тыңдармандарға рахмет. Енді балаларымыз ешқашан ауырмасын, жетістіктерге жете берсін. Аумин, рахмет көп-көп. Құрметті тыңдарман, Мәншүк Жәлелқызының әңгімесі мен ерекше оқиғасы, тәжірибесі сізге пайдалы болды деген үміттеміз. Егер сізде осындай оқиғамен бөлсем десеңіз, біздің әлеуметтік желідегі мүмкіндік подкаст парақшамызға хат жазыңыз. Бастысы, ерекше болу кемшілік емес екенін ұмытпаңыз. Келесі эпизодқа дейін сау болыңыздар.